Бәріңіз сәлемдер, сіздермен бірге мен Мирлан Кезет. Мына жаққа мән бермей қойыңыздар. Бүгін біз екінші бөлімін бастайық. Бір подписчик өзі қосылды, бір лайк өзі қосылды. Сіздерге көп рахмет, бұндай менде болмаған. Ана 4 подписчик менің туысқандарым, қарындастарым, және де сол енді сол екінші бөлім бастаймыз. Екінші бөлімде шахтаға кіреміз дегенбіз. Ендеше кеттік, бастайық. Армен қарай жалғастырамыз. Біз шахтаға кіру үшін бірінші киркаларды алуымыз керек. Мен көп кирка жасап алуым керекпін. Және де достар, астына жазып кетіңіздер қандай ойындарды ойнайын. Және де мен сосын Blockstrike ойын ойнағым келіп жүр. Сол Blockstrike ойынын басамын. Және де сон ойнаймын. Алада жаңбыр. Шахта өте қиын. Қиын дегенім енді неді? Осы жерге қассақ ештеңе болмайды. Ендеше шахтаға кеттік. Бастайық. What the fuck? Бұл өте қуанышты. Таптық әрине. Енді өте қиын болғанымен біз енді тастан жасауымыз керек. Және де бізге факел керек. Біз өзімізге ағаштарды көп табуымыз керек. Ол үшін біз мұнай алуымыз керек. Мұнайды білесіздер өздеріңіз. Бірінші бөлімдегі бұл жерде біз ағаш қаздық. Сіздерге көп рахмет. Бір лайк, бір подписчик өзімен жиналды. Өзімен емес, енді сіздердің арқаларыңызда. Мен өте қуаныштымын. Бірінші ютубер болып, бұл мен жолым болып жатыр. Енді сіздердің арқаларыңызда менің видеом, осы видео қызық болады деген ойдамын. Және де менің видеоларымды өткізбей көресіздер деген ойдамын. Мен Blockstrike түсіруім мүмкін, челлендж. Енді мен қазір челлендж түсіремін. Варабат боттал челлендж. Сіздер қандай ютуберлерді ұнатасыздар, комментке жазып кетіңіздер. Ал мен болсам Ивангай, Брайан Мапс, тағы не бар менде? Майк Миллер,
айтмелердин атам, Супер Гига 4-н атам. Енді орыстарды айтып аттым кішкене, сосын маған тик-так ұнайды. Сосын Денис Микс, Хилмакс. Енді орыстар менің атымда атап жатыр деген, сол атым өздерінің атын естіген кезде ғана есіне түсетін шығар. Сол сөз түсінетін шығар деп ойлаймын. Ой, бұл мұнай аламыз. Бірінші мұналарды сала жіберейік. Мынау тез жанады ғой. Бұның орнына березовый ағаш қойық. Инструменттерді құртуға не жоқ, желание жоқ. Төртеу жеткілікті деген ойдамын. Енді мынаған березовый ағаш қоямыз. Нормально шөкеватыр, факел бізге де керек сияқты. Біз төсек жасауымыз керек. Ендеше азанға дейін күтуге тура келеді. Достар, таңға дейін күтуге желание болмай жатыр. Уже міне менде төсек те жоқ, бәрі де жоқ. Сондықтан мен Мирнаға қоя тұрамын. Бұл әділетсіздік, ана мынау десеңіздер, кешіріңіздер. Мен өте қатты про емеспін Майнкрафттан. Сондықтан енді нуб пен проның ортасы бар. Оны не дейтін білмеймін. Өздерің білсеңіздер комментке жазып кетіңіздер. Бірақ ондай атта жоқ. Ал кеттік. Мирнаға қоямыз, достар. Сосын біз шахтаға кіреміз. Ойбай, несіне адым мен. Мирна. Все, қорқпай жүрек. Зомби жоқ, рахат. Айтпақшы уақыт айтып кетейін. Қазір 8. What the fuck, ұмытып кетіппін ғой факелді. Мен айтпақшы әлі факелді істеген жоқпын, достар. Достар, кешіріңіздер, және де күте тұрыңыздар. Достар, мен айтпақшы мұндайдан алуды ұмытып кетіппін. Міне мені әлі бітпеген бе березовый ағаштар? Ладно. Ничего не боится. Енді қойға жан керек, бізге нан керек дегенде қойды өлтіруге аттанбаймыз. Шахтаға аттанамыз, жағанағындай. Факеліміз қайтын. Факеліміз тұр. Ой, түстім. Біттім мен. Ой, шахтама десем, не бәлем мынау? Шахта десек, дедік. Бәле екен ғой таза. Шахта емес, не бақта емес. Енді қасып көтеріңіз, бұлай. Енді олай емес, мұнбанауымыз керек. Так. Мына жерде құлап кетпеші. Бүйтеміз. Және де бүйтеміз. Достар, жалғастырамыз. Шахта емес енді. Сотысында тапсақ, солар жетерлік. Әлі мен бір инструмент таппадым. Ендеше кеттік, аттамайық.
И достар, бәріңіз сау болыңыздар. Келесі видео үш лайктан кейін шығады. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Мирлан KZ. Не үшін тез айтып жатырмын десеңіздер, тағы да бір блогер түсіруім керекпін. Оның аты What Bottle Challenge. Мен бұл жолы шахтада 6 железо, 16 мұнай және де древесный уголь таптым. Бұл өте қуанышты жағдай деп ойлаймын. Әрине мен қатты про емеспін. Енді келесі видеоны күтуге тура келеді. Сау болыңыздар.